Все, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі компания New Wave, Новая Волна компаниясының презентациясына қош келдіңіздер баршаңыз. Енді компания New Wave, Новая Волна бізге Қазақстанда 1 жыл болды. Кеше ғане құттаймын сіздерді. Қырғызстан кеше ғане ашылды. Кеше ғане біз Қырғызстанды барып официально аштық. Баршаңызға бүгін арамызда Қырғызстаннан партнерлар болса, құтты болсын. Қырғызстан мемлекетін ашылғанды. Және де Өзбекстан бар арамызда, тоже официально ашылғанды. И сол себептен де бүгінгі таңда сіздерге бұл өте үлкен возможность, бүгін өте үлкен возможность именно бүгін New Wave компаниясында топ лидер болуға. Неге? Өйткені New Wave компаниясы ол мына орталық Азияда жұмысын енді ғана бастады. Енді қараңыздар, миссия компания. Әрине, әр компанияның өзінің несі бар, миссиясы болады. Бүгінгі таңда компания New Wave'тің миссиясы ол әр адамға өзінің энергиясын именно раскрыть, то есть өз энергиясын ашып, сол энергиясын максимально қолдану. Түсініп отырсыздар ма? Өйткені әрқайсымыз бүгін, әрқайсымызды Аллах тағала бүгін сондай керемет энергиямен жаратқан, әрқайсымызға сондай керемет мүмкіншілік берген, возможность берген, әрқайсымызды лидер қылдырған да. Бірақ әр адам өзін бұл өмірде өсіреді немесе өшіреді. Ол өз қолдарыңызда. Бүгін именно компания New Wave сіздерге үлкен мүмкіндік, мен сіздерге айтайын да. Әрқайсымыз сетевой маркетингқа не үшін келеміз? Жалпы өмірімізді өзгертеміз деп келеміз да. Ең бірінші әрине денсаулығымызды дұрыстаймыз да. Екіншіден жаңағы қаржы жағынан да табыс табамыз деп келеміз. Сол үшін бүгін New Wave компаниясы ең бастысы дұрыс табыс табуға үлкен мүмкіндік береді. Түсініп отырсыздар ма? Дұрыс табыс көзі. Не себептен? Өйткені бұл компания, New Wave компаниясы, ол официальный компания. Ол DCA деген именно ассоциация прямых продажға кіреді, мен сіздерге айтайын. Бұл өте үлкен әлемдік ұйым, мен сіздерге айтайын. Қазақстанның және де Ресейдің, Қырғызстан, Өзбекстанның бірде-бір компаниясы DCI-дің мүшесі емес, мен сіздерге айтайын. Бірде-бір компаниясы да. Вот жаңадан ашылып жатқан. Бұл компанияға кіретін мүшелер, ол Oriflame компаниясы да, ол Мереке, Гербалайф, Tupperware деген миллиардный уже жаңағыдай 20, 30, 40, 50, 60, 70 жыл болған компаниялар осы DCI-дің құрамына кіреді. Именно жаңағы Қазақстанда немесе Қырғызстанда, Өзбекстанда, Ресейде ашылған тек бірақ компания, ол именно компания New Wave компаниясы ғана осы DCI-дің құрамына ассоциация прямых продажға біз кіреміз, мен сіздерге айтайын. Бұл деген өте үлкен мүмкіндік, және де бұл өте үлкен показатель, мен сіздерге айтайын да. Ол как бренд, түсініп отырсыздар ма да? Бренд болған компанияларға неге, мен сіздерге айтайын да. Осы мысалы Louis Vuitton'ды білеміз, бренд да, Prada'ны білеміз, міне тұр да, футболка Prada да, ол бренд да, мысалы да. iPhone'ды білеміз, бұл да бренд, түсініп отырсыздар ма да? Дәл солай New Wave компаниясы бұл бренд, мен сіздерге айтайын. Сізде бүгін сол брендтің бір мүшесісіз, түсініп отырсыздар ма да? Сол үшін де брендті всегда не істейді? Копирка жасайды, естеріңізде болсын да. Любой брендті, Louis Vuitton'ды да, Gucci'ді да, басқасы да. Бірақ ол қаншалықты маған десе люкс копирка жасасын, ол дәл сондай бренд бола алмайды, естеріңізде болсын. Дәл солай бүгін New Wave компаниясын қаншама компаниялар копирка жасап жатыр, мен сізге айтайын да. Биля-правах десек, бізде де биля-правах бар дейді жаңағыдай да. Өмірінде ондай сөзді де білмейді, мен сізге айтайын да. Осы бізді копирка жасап, тоже биля-правах бар деп жатыр да, жаңағыдай да. То же самый жаңағы матчинг бонусты айтсақ та, то же самый жаңағы басқа дүниелерді айтсақ та, жаңағы бізден копирка жасайды, түсініп отырсыздар ма да? Бірақ олар New Wave компаниясы сақылды болмайды. Неге? Өйткені біз брендпіз. Сол үшін бастарыңызды тік ұстаңыздар. Сіздер бренд компаниядасыздар, және де ол миллиардный компания, ол әлемдік международный компания. Енді қараңыздар, қазір мен сіздерге компанияның өнімдері және де компанияның маркетингін айтатын болам. Одан кейін компанияның артықшылықтарын айтатын болам да. Қараңыздар, бізде компанияда офисіміз, головной офисіміз Алматыда екеу. Ол жаңағы біздің компанияның офисі және де партнерлардың офистары. Көрдіңіздер ма да? Бұның барлығы компания өз тарапынан төлейді барлық офистарда. Енді компанияның өнімдеріне керек келетін болсақ, бұлар да бренд өнімдер. Бұл Ion Wave деген өнім. Бұл Ion Wave'тің ерекшелігі,
Бұның құрамында не бар десеңіздер, нони бар, смородина черная, пихта сибирская, дигидрокварцетин, витамин С да. Бұл не істейді? Бұл ең бірінші қалқанша бездің өнімі. Адамда қалқанша без жұмыс істейді ма, значит, барлық гормондар жұмыс істейді деген сөз. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де бұл щитовидка атында тұр, қалқан деген, щит деген атында тұр. Сол үшін де бұл ионвейв өнімін таңертең таңғы астан кейін 20 мл ішесіздер. Қалқанша бездеріңізді іске қосасыздар. Все, барлық жаңағыдай табыс та болады, денсаулық та болады, барлығы болады. Сол үшін бұл именно қазіргі таңда 90% әйел адамдарда қалқанша без жұмыс жасамайды, 80% ер адамдарда қалқанша без жұмыс жасамайды. Оны қайдан білуге болады? Постоянно шаршап тұрасыздар. Не істесеңіздер де 15 сағат ұйықтасаңыздар да шаршап тұрасыздар. Постоянно нервный болып жүресіздер жаңағыдай да. Тура бар ғой, ұрысқыңыз келіп тұрады біреумен да жаңағыдай да. Немесе жаңағыдай постоянно анандай болады ғой, көңіл күйіңіз болмай тұрады жаңағыдай да. Ешкімге көңіл бөлгіңіз келмейді, не күйеуіңізге, не жаңағы балаларыңызға, не әке шешеңізге. Вот значит сізде қалқанша без жұмыс жасамайды деген сөз жаңағыдай. Көрдіңіздер ме да? Күйеуіңізден қалай білесіз қалқанша без жұмыс жасамайтынын? Ол жаңағы постоянно диванда жатады жаңағыдай да, постоянно жаңағыдай еш нәрсе жасағысы келмейді, сізге көңіл бөлгісі келмейді, ақша тапқысы келмейді, и одан кейін жаңағыдай тестостероны төмен, қалқанша безі жұмыс жасамайтын ер азаматтар, олар жадный болады, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де осы ионвейвті обязательно өздеріңіз ішіңіздер, балаларыңызға беріңіздер, одан кейін барып күйеулеріңізге, мама папаларыңызға, барлықтарыңызға жанұяңызбен ішіңіздер. Бұл как скорый помощь сақылды, мен сіздерге айтайын да. И және де ионвейв, мына көк жөтел дейміз ғой жаңағыдай да, содан да керемет бізде результаттар беріп жатыр. Именно коклюш жаңа көк жөтел, кетпейтін жөтелден осы ионвейвтан результат алып жатыр. Оны қалай ішемін десеңіздер, оны 1 сағат сайын ішесіздер. Сіздер үлкен кісілер болса 20 мл-дан, балалар болса 1 сағат сайын жаңағыдай 10 мл-дан ішеді. 3 күн ішсеңіздер, мен сізге айтайын, кез келген көк жөтелдеріңіз кетеді. Осы именно ионвейвтан. Және де бұл өте керемет қан сұйылтады. Қан сұйылды деген сөз давление дұрысталды деген сөз. Значит, жаңағыдай сахарыңыз дұрысталады, одан кейін барып жаңағыдай инсульт, инфаркттан аулақ боласыздар. ионвейв. Келесі бізде нони. Нони өнімі бұл мынандай бутылкада. Бұл бізде екіге бөлінеді. Бұл қызыл нони, жасыл нони дейміз да. Бұның ішінде не бар десеңіздер, нони бар. Бұның ішінде не бар десеңіздер, виноград бар, гранат бар. Білеміз, гранат не үшін керек? Ол анемия да, қаны аздықтан жаңағыдай да. Виноград ол ресвератрол, ол С витамин. И және де нони ол не істейді? 200-ден астам ішінде макро-микроэлемент бар. То есть адамға керекті, бүкіл ағзасына керекті жаңағыда микроэлементті қамтамасыз етеді. Нониді қай уақытта ішемін десеңіздер, жатарда жарты кружканы аласыздар, ішіп аласыздар. Сіз ұйықтаған кезде не істейді? Нони жұмыс жасайды. Және де нони не істейді? Сіз күні бойы жинаған стрессті снимать етеді. Сіздің ағзаңыздағы стрессті снимать етеді. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін нониді жатарда ішесіздер. Мына жасыл нониді балаларға бересіз, екіқабат әйел адамдарға, емізетін әйел адамдарға, және де үлкен кісілерге, және 70 жастан асқан, да? Нони, жасыл нони. Келесі бізде коллагендарымыз бар. Коллагендардың біздің кереметтілігі, ерекшелігі ол 15.000 мл доза. Ойлаңызшы, 15.000. Түсініп отырсыздар ма, да? Мысалы, қазір iHerb-тан немесе көптеген компанияларда сатып жатыр, мысалы, нони, да? 1000, 2000, 3000, ну максимум 5000, да? Вообще суточный доза ол 5000, бірақ бізде 15000. Не себептен? Өйткені жаңағы 10.000 артылған 10.000, да? Ол сіздің 25 жастан бастап ішпеген нонидың коллагеннің орнын толтырады. Ойлаңыздар, біз коллагенді 25 жастан бастап ішуіміз керек, да? Вот соның орнын толықтырады. Сол үшін де бізде коллаген ударный доза 15000 мл. 10 бутылкасын ішкен, 10 күн ішесіз да, мысалы да, 10 жылға жасарасыз, мен сізге айтайын. Ол таза 150 грамм коллаген. Бір ай ішетін болсаңыз, таза 450 грамм коллаген аласыз. Ойлаңыз да, коллаген біздің барлық дүниеге керек. Ол біздің шашымыз, кожамыз, жаңағы сүйегіміз, жаңағыдай да, даже біздің сосудтарымызға дейін коллаген керек. Түсініп отырсыз ма? Және де бұның ішінде коллаген не бар тағы да? Витамин С бар, ударный доза, гиалуроновый кислота бар. Көрдіңіздер ғой? Состав деген өте керемет состав, да? Бұл премиальный коллаген, мен сіздерге айтайын. Бұл бізге бөлінеді. Energy, дополнительная энергия береді. То есть первой половине дня надо пить, да? Коллаген слим. Бұны не істейсіз? Тамақтың орнына ішсеңіз болады. То есть жаңағы таңғы астын, немесе түскі ас, немесе кешкі астын орнына ішсеңіз, сізді жаңа не істейді? Бұл фигураңызды. Қазір мысалы үшін білесіздер да,
жаз міне келді да, былай қарасаңыздар. Уже моряға барып жатсыздар, мысалы, былайға да. Соның барлығына слим не істейді? Арықтауға көмектеседі, мен сіздерге айтайын. Сол үшін де слимді именно кешкі астың орнына ішсеңіздер болады. Және де слим коллаген ішкен адам тәтті жемейді. Неге? Өйткені бұл именно уменьшает аппетит и уменьшает тягу к сладкому. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін бұл коллаген өте керемет. Қазір бізде акция болып отыр осы коллаген слимға. 2 коробка алсаңыз, үшіншісін сізге тегін береді, мен сізге айтайын да. То есть сіз не істейсіз? Бір ай тоқтатпай 15 мың миллилитр коллаген ішесіз. Ол деген ударный доза. Сразу не істейсіз? 10-15 жылға жасарасыз. Сол үшін өзіңізден еш уақытта аямаңыз. 70 мың теңге ақша кетеді. Ойлаңызшы осы коллаген ішкенге. 70 мың теңге. 70 мың теңге үшін сіз 20 жылға, 15-20 жылға жасарып аласыз. Стоит того? Стоит. Түсініп отырсыздар ма? Ол 70 мың теңге қайда кетпей жатыр, былай қарасаңыз да. Бір кафеға барып, жаңағыдай бала шағаңызбен отырсаңыз да, сол 70 мың теңгеге жаңағыдай пицца мен бургер жеп қоясыз да. Лучше коллаген ішіңіздер, мен сізге айтайын. Лучше коллаген ішіңіз. Келесі антиэйдж коллаген, бұл әрине ол жаңағы қартаюдың алдын алу деген мағынаны білдіреді да, антиэйдж. Сол үшін де бұны жаңағыдай түстен кейін ішсеңіздер болады. Бұнда составында жаңағыдай 15 мың миллилитр коллаген бар. Оның составында жаңағыдай мед, селен, цинк, барлық макро микроэлементтер бар. Бұл антиэйдж коллаген ішінде да. Келесі коллаген брейн, бұл біздің миымызға арналған. Мидағы жаңағыдай ұсақ тамырларға арналған. Бұл жаңағы біздегі Альцгеймер, Паркинсон дейді, немесе ұмытшақтық дейді жаңағыдай да, немесе балаларда жаңағыдай өте көп қазір аутизм, ДЦП, вот соларға көмектесіп жатыр. Керемет брейннан бізде результаттар бар, мен сіздерге айтайын. Сол үшін брейн коллагені бұл да таптырмайтын дүние. Келесі бізде Black Wave, бұны қашан ішесіздер? Бұны таңертең тұрасыздар, таңғы, неге жаңағы аш қарынға 150 миллилитр су аласыздар, 20 миллилитр Black Wave аласыздар, жаңағыдай да, құясыздар, аш қарынға ішесіздер. Бұл не істейді? Бұл полностью сіздің желудочно-кишечный тракт, ЖКТ дейді жаңағыдай да, соның барлығын, тікішек, тоқшек жаңағыдай да, 12-перстный кишка дейді, соның барлығын рет-ретіне келтіріп береді сізге да. Одан кейін кімде проблема? Аллергия, пожалуйста, Black Wave да. Кімде проблема? Кожные заболевания, пожалуйста, Black Wave, соның барлығы. Неге? Өйткені мен сізге айтайын, кишечник дегеніміз ол екінші не? Ол екінші біздің иммунитетіміз, ол біздің кишечнигімізде жатыр. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, кишечнигіңіз дұрыс болса, иммунитетіңіз де дұрыс болады. Сол үшін егер де часто ауыра беретін болсаңыз жаңағыдай да, соның барлығына не істейсіз? Black Wave ішесіз. Бұның ішінде не бар? Фолиевый, гуминовый, и және де ішінде пребиотик бар. Именно жаңағы біздің кишечнигімізге арналған да. И ішінде не бар? Тағы да дигидрокварцетин бар. Әрине бізде косметикамызда бар. Бұл біздің жаңағыдай крем, сыворотка. Бұны қалай жағам десеңіздер, бұны қосып жағасыздар бір-бірімен да. Түсініп отырсыздар ғой да. Кішкентай кремді алдыңыз, кішкене сыворотканы алдыңыз, екеуін бір-біріне қостыңыз, араластырдыңыз и бетіңізге жақтыңыз. Болды, жумайсыз да. Бұның составын көрсеңіздер. Черная икра, пептидтің 2 түрі бар, демая, гиалуроновый да. То есть бұның составы өте богатый, мен сізге айтайын, состав. Түсініп отырсыздар ма да? Және де самый главный ішінде не жоқ? Силикон, парабен деген нәрсе жоқ. Бұл егер де премиум класс косметиканың салыстыратын болсаңыз, бағасы 5-10 есе арзан тұрады біздің косметика. Да? Составы не уступает любой премиальный косметикадан. Сол үшін де бұны да обязательно алып қолданыңыздар. Да? Келесі бізде фильтр. Бұл фильтрдің кереметтілігі, бұл бізде жаңағыдай тритановый бутылка. Түсініп отырсыздар ғой да? Ең бастысы, көп айтады жаңағыдай да, мен суды анан ішем дейді, мынан ішем дейді, біреу бұлақтан ішем деп атады, біреу жаңа шын бұлақтан ішем деп атады. Ол өте керемет. Бірақ оны қайда құйып ішесің десеңіз, жаңағы босаған судың баклажкасына құям дейді. Ол уже дұрыс емес. Неге? Өйткені именно сол пластик бізге зиян келтіретін пластик. Любой пластик 25 мың токсин бөледі екен. Ойлаңызшы, 25 мың, біреу екеу емес. Сол 25 мың токсин ішінде бисфенол деген нәрсе бар, А, Б деген да. Ол не істейді? Ол онкологияны вызывать етеді. Осыдан 20 жыл бұрын кім су сатып алып ішті? Өздеріңізге жауап беріңіздерші, әрқайсыларыңыз. Кім су сатып алып ішті 20 жыл бұрын, да? Ешкім. Бірақ бізде не болған жоқ? Ауру болған жоқ. Сахар болған жоқ, инсульт болған жоқ, инфаркт болған жоқ, онкология болған жоқ. Енді біреу ауырса, жаңағыдай бір естиміз ана, бір миллионнан бір адам ауырған шығар да, мысалы да. Но қазір оған ешкім таңғалмайды. Неге? Өйткені екінің бірі сол модный аурулармен қазір ауырып жатыр да. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, осы фильтрдан, біздің New Wave'тің фильтрынан су ішесіздер, жаңағыдай да.
ешқандай жаңағыдай айтқан жаңағы аурулардан аулақ боласыздар. Және де бізге қандай су ішу керек десеңіз, бізге тірі су ішу керек. Түсініп отырсыздар ма? Үйде мүмкін сізде фильтр бар шығар. Мүмкін бар шығар, да? Бірақ любой фильтр, мен сізге айтайын, 5-ступенчатый, 7-ступенчатый, ол бізге қандай су береді? Ол бізге өлі су береді. Түсініп отырсыздар ма, да? Оның ішінде ешқандай минерал жоқ, макро-микро элемент жоқ бізге керекті. Біздің қанымызға, біздің ағзамызға керекті. Сол үшін де біздің фильтрдің ерекшелігі, оның ішіндегі көріп тұрғандарыңыздай картридж тұр. Ол картридж именно жаңағы айтқан тяжелый металл, ртуть, мышьяк жаңағы да, хлор, хлорамин деген нәрсені сүзіп алып қалады. Сізге таза, тірі минералды су береді. Түсініп отырсыздар ма, да? pH-ы 7,5. Біз оны миллион рет тексеріп тастағанбыз, мен сізге айтайын. Миллион рет, да? Сол үшін де ішіндегі картриджі ол толған кезде су шықпай қалады. Оны не істейсіз? Ауыстырасыз. Оны көп адамдар білмейді екен. Қай уақытта Мерхат мырза біз ауыстырамыз дейді. Су шықпай қалған кезде ауыстырасыздар. Пока су шығып тұрма, іше беріңіздер, да? Осының алдында маған бір партнер оған кока-кола құйыпты. Ойлаңызшы, кока-кола құйған мына фильтрға, да, мысалы, да. Әрине, онда біз роликтер бар, біз жасағанбыз да, но мен сіздерге не рекомендую, жасамаңыздар. Сразу фильтрларыңызды құрып тастайсыздар. Кока-коланы құяды, ішеді, о кока-коладан су шығады, да, одан кейін барып уже су шықпай қалады. Жаңа су құйып ішсе жаңағыдай кока-коладан кейін су шықпайды. Неге? Өйткені фильтр уже толып қалған. Түсініп отырсыз ба, да? Бүткіл кока-коланың жаңағыдай краскасын алып тастайын деп, ол толып қалған. Сол үшін су шықпағандықтан оған не істеу керек? Картриджін ауыстыру керек. Көрдіңіздер ме, да? Сол үшін мен сіздерге айтамын, су шығып тұрма, іше беріңіздер. Түсініп отырсыздар ма, да? А су шықпай қалған кезде уже картриджді ауыстырасыздар. Ол картридж ең кереметтілігі, сізге 600 бутылка литровый жаңағы бутылированный суды алмастырады. Егер де 400 теңгеден средний санайтын болсақ, 240 мың теңге біз бір жылда ақша жұмсап жүреміз екен. Жазда вообще көп жұмсаймыз, мысалы, да? Түсініп отырсыздар ма? А енді сіз ойлаңыз, мысалы, да, ішіндегі картриджі бізде қанша тұрады? 39 мың теңге тұрады. Сонда сіз 6 есе ақшаңызды үнемдейсіз. Және де ең кереметтілігі, көп компанияларда, оказывается, бутылкалар бар екен, да? Бірақ ол бутылка картридж жоқ ішінде. Түсініп отырсыздар ма? Суды құясыз, жарты сағат тосасыз, одан кейін барып ішесіз екен, да, мысалы, да? Сонда мен бірақ сұрақ қойдым, мен сізге айтайын. Оның ішіндегі тяжелый металл, ртуть, мышьяк, хлор, хлорамин, мысалы, бар ішінде, да, мысалы, суда, да, ол қайда кетіп қалды деймін, да, жаңағыдай. Түсініп отырсыздар ма, да? Ода картридж жоқ, сүзілетін. Түсініп отырсыздар ма, да? Сонда ана кісі маған жауап бере алмады. Білмеймін дейді, да, жаңағыдай қайда кететінін дейді. Түсініп отырсыздар ма, да? А бізде реальный көздеріңізде көрініп тұрған картридж тұр. Мына су таза емес, бірақ ішкен кезде ғана ол су тазаланады. Көрдіңіздер ме, да? Келесі бізде не жвачка, бұл хитозановый продукция бар. Бұл хитозанның кереметтілігі ауыз қуысындағы стоматит болса, немесе жағымсыз иіс болса, немесе жаңағыдай тісте мына эмальдарыңыз слабый болса, жаңа кариес тез түсе беретін болса, пожалуйста, хитозановый продукцияларды көп жеңіздер. Неге? Өйткені ол эмальді укреплять етеді, және де стоматит болмайды сізде аузыңыз. Түсініп отырсыз ба? Стоматит деген не нәрсе? Стоматит деген, значит, ауыз қуысыңда сізде постоянно бактерия бар деген сөз. Түсініп отырсыз ба, да? Вот сол бактериялар болмайды, грибоктар болмайды сізде. Сол үшін де мына хитозановый продукттар бізде бөлінеді не жвачкаға, одан кейін бізде бөлінеді мынандай тыква бумға. Бұл және де тыква бум біздің бауырымызды восстановить етеді. Именно бауырымызға керемет көмектеседі бізге. Кімнің бауыры ауырады, солардың барлығына обязательно үлкен кісілерге таңертең екеу, кешке екеу, да, тыква бум. Балаларға бір-бірден. Келесі бізде черника бум. Кімде глаукома, катаракта, зрениеде слабость бар, мысалы, да? Пожалуйста, үлкен кісілер таңертең екеу, кешке екеу, балалар бір-бірден. Келесі бізде вишня бум, да? Кімде проблема иммунитет, постоянно түшкіріп, пышқырып, жаңағыдай ауыра бересіздер. Үлкен кісілер екіден, балаларға бір-бірден. Келесі бізде лимон бум. Кімде сахарный диабет бар, пожалуйста, лимон бум. Сахар снижает, да? Таңертең екеу, кешке екеу, балаларға бір-бірден. Пожалуйста, лимон бум. Келесі бізде биовейв, бұл бізде пребиотик. Пребиотик бізге не үшін керек? Пребиотик бізге біздің именно жаңағы ішегіміздің азығы. Түсініп отырсыздар ма, да? Бұның бір дозасында жаңағы 40 миллиард бізге керекті лактобифидобактериялар бар. Сол үшін бұны обязательно таңертең ішсеңіз болады, немесе жатарда ішсеңіз болады. Балаларға бір-бірден, үлкен кісілер екіден. Түсініп отырсыздар ма? Бұл енді керемет, мен сіздерге айтайын. Бұл ең кереметтілігі, бұның ішінде Мактрик деген, бұл специальный жаңағыдай запатентованный технологиямен шыққан. Бұл дегеніміз не нәрсе? 2 капсула бар бұның ішінде. Түсініп отырсыздар ма, да? 2 капсула. То есть сіз ішесіз, жаңағыдай асқазаныңызға түскен кезде бірінші капсулаңыз ериді,
Бірақ екінші капсула ерімейді, ол ішекке барады. Ішекке барғанда ол не істейді? Жарылады. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан бұл 100% сізге жұмыс жасап береді. Көрдіңіздер ме да? Егер де ол асқазанда жарылып кететін болса, жаңағыдай да, асқазанның кислотасымен да езіліп жарылып кететін болса, онда ол пребиотик не істейді? Жұмыс жасамайды. Сол үшін де жаңағыдай көп пребиотиктарды ішеді, бірақ результат жоқ. Неге? Өйткені оның 2-ақ%, 1-ақ% жаңағыдай пайдасы бар. Біздің пребиотик 100% жұмыс жасап береді. Келесі бізде омега-3. Омега-3-дің ерекшелігі да, бізде өте керемет эндокринолог маман, номер 1 эндокринолог Гүлжан Аманбай айтады да. Егер де дейді, сізде жақсы омега мен жақсы D3-ға ақша болмаса дейді, лучше ішпей қойыңыздар дейді. Түсініп отырсыз ба да? То есть омега ішу керек, D3 ішу керек деп жаңағыдай аптекадан барып ала беруге болмайды екен. Неге? Өйткені егер де сіз нашар, жаңағы сапасыз ішетін болсаңыз, ол не істейді? Ол сізді керісінше окисление береді екен да сіздің ағзаңызға. Оны қайдан білуге болады? Оның сапалы, сапасыз. Ода FDA деген сертификат болу керек та. FDA деген сертификат именно жаңағы балықтың майдың құрамындағы тяжелый металл тексереді. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де мына кит пен акуладан жасалған жаңағы балықтың майында не көп болады? Тяжелый металл көп болады. Өйткені ол көп өмір сүргендіктен, қазір білеміз біз, мұхитқа не төгіліп жатыр? Нефтяной отходтар, мұнайдың қалдығы төгіледі. Соны жейді жаңағыдай. Түсініп отырсыздар ма? И сол жаңағыдай өзінің ағзасына тяжелый металл накапливает, да? Ондай дешевый омеганы ішкен кезде сіздерде не пайда болады? Отрыжка пайда болады, да? Мына балықтың иісі, дәмі келіп тұрады постоянно, жаңа кекірген сайын, да? Именно біздің омеганы ішкенде сіздерде не болмайды? Отрыжка болмайды. Жаңа балықтың майы келіп тұрмайды сіздерге. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де бұның сапасын содан білуге болады. Біздің жаңағыдай омега-3 неден жасалады десеңіздер, ол анчоус пен сардина деген мынандай кішкентай май шабақтардан жасалады. 6 ай өмір сүретін. Келесі бізде иммунобустер деген, бұл жаңағы 10 түрлі саңырауқұлақтан шығады. Бұл иммунитетті күшейтеді. Одан кейін барып, бұның ішінде не бар? Кардицепс деген нәрсе бар. Бұл именно ер азаматтардың күш қуатын қайтарады, да? То есть тестостерон повышать етеді. Өте керемет, да? Одан кейін барып, бұл жаңағыдай бізде білеміз, да, жаңағыдай Японияда специально осы саңырауқұлақтармен онкологияны емдейтін клиникалар бар екен, ойлаңыздар. Сол үшін де бұл онкологиядан да керемет бізде не беріп жатыр? Результаттар беріп жатыр жаңағыдай. Көрдіңіздер ма? Бірақ онкологияға уже ударный дозамен ішу керек. Жаңа 1-ден 2-ден емес, ол профилактика жүзінде ішесіз, да? А именно жаңағы таңертең, түсте, кешке 2 капсуладан күніне 6 капсулаға дейін ішіледі екен. Ол ударный доза дейді. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де бұның ішінде не бар? Шитаке бар, бұның ішінде не бар? Жаңағыдай ижовик гребенчатый дейді жаңағыдай, да? Бұның ішінде не бар? Агарик бразильский дейді. Бұл императорский грибы, да? Бұл өте сапалы, өте жаңағыдай құнды, және де өте қымбат ингредиенттер. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, иммунобустер бұл иммунитетті өте керемет деңгейге көтереді, да? Профилактика жүзінде оны жаңағыдай балаларға 1-ден, үлкен кісілер 2-ден ішсе болады. Бізде келесі өнім, бізде мынандай детский өнімдер бар, мультивитамин балаларға, жаңағыдай 3 жас, 4 жас, 5 жас капсула іше алмайтын, да? Бұның ішінде фолиевый бар, бұның ішінде барлығы витаминдер бар, бұның барлығы гамми күйінде жүреді. Гамми деген түсінесіздер, да, жаңағыдай, да? Мынандай мармелад күйінде, да? Жегенге өте ыңғайлы, өте дәмді, и және де иммунитеттарын өте керемет көтереді. Бұның жаңағыдай слип деген түрі бар. Бұл слип не істейді? Бұл ұйықтардың алдында бересіз. Жарты сағат бұрын 1 штугын берсеңіз, балаңыз тез ұйықтап қалады. Қазір білеміз, біз балалар ұйықтамайды мысалы, да? А білеміз, что гормон роста түнде бөлінеді. Түсініп отырсыздар ма, да? Егер де балаңыз күнде сағат 1-де, 2-де ұйықтайтын болса, балаңыз не істейді? Өспейді. Бой өспейді біріншіден, екіншіден развитиесі өспейді. Түсініп отырсыздар ма, да? Сол үшін де балаларды не істеу керек? Сағат 10-нан қалдырмай ұйықтатуымыз керек. Бірақ ол бала ұйықтамаса не істейсіз? Мысалы, көп ата-ана айтады, енді амал қанша дейді, балам ұйықтамайды дейді, не істеймін дейді. Пожалуйста, осы sleep well-ды алыңыздар. Жаңағы айтып отырмын ғой, жарты сағат 20 минут бұрын берсеңіздер, балаларыңыз өзі қалай ұйықтап қалғанын білмейсіз. Неге? Бұның ішінде мелатонин бар, мен сізге айтайын. Мелатонин именно жаңағы бізге здоровый сон береді. Түсініп отырсыздар ма? Хороший сон береді. Сол үшін де бұны балаларыңыздан аямаңыздар, балаларыңызға әперіңіздер обязательно. Sleep well деп аталады, да? Келесі бізде аминобустер. Аминобустер мынандай жидкий күйінде. Бұл не үшін керек десеңіздер, бұл бізге таза 18 аминокислот. Біз білеміз, бізге обязательно аминокислот керек, да? Оны біз жұмыртқадан, еттен аламыз мысалы, да? Зеленнен аламыз, да? Бірақ мен сіздерге айтарым, қазіргі көп адамдарда өт жұмыс жасамайды.
көп адамдарда кишечник жұмыс жасамайды жаңағыдай да. Сол себептен де оны не істемейді, расщеплять ете алмайды. Түсініп отырсыздар ма? Бұның ішінде таза 18 аминокислот бар. Біздің ағзамызда түзелмейтін. Түсініп отырсыздар ма да? Сол үшін де бұны не істейсіз? Таңертең, таңғы астан кейін 20 мл ішіп аласыз жаңағыдай да. Егер ударный доза ішем десеңіздер, уже күніне 2 рет немесе 3 рет ішсеңіздер болады. Бұның ішінде витамин С бар, бұның ішінде пребиотик бар, бұның ішінде не бар? Алоэ вера бар жаңағыдай да, гель алоэ. Бұл не істейді? Ол антиоксидант, опять же да. Және де ішінде сок зеленого винограда натуральный. Қараңыздаршы, қандай керемет состав, дәмі де өте керемет. Сол үшін обязательно аминобустерді әке-шешелеріңізге, балаларыңызға, өздеріңіз обязательно аминобустер ішу керексіздер. Күнделікті керек нәрсе біздің ағзамызға. Келесі детокс да, бізде бұл псилиум. Псилиум дегенді білсеңіздер, бұл біздің, опять же, біздің шегіміздің азығы да. Бұны не істейсіздер? 200 мл суға, бұның ішінде 2 қасығы бар. 2 қасығын саласыздар, 2 минут тосасыздар жаңағыдай да, одан кейін ішесіздер и ұйықтайсыздар. Бұл не істейді? Сіз ұйықтаған кезде жұмыс жасайды. Таңертең тұрған кезде кишечнигіңіз жаңа туған баланың кишечнигіндей шегінде жұмыс жасап тұрады, мен сіздерге айтайын. Запоры бар адамдарға өте керемет таптырмайтын дүние, мен сіздерге айтайын. Сол үшін обязательно смузи детокс ішіңіздер да. Бұл мен бірақ нәрсесін айтып тұрмын сіздерге, псилиумды ғана деп та. Бұның ішінде семена чия да бар, инулин да бар, бұның ішінде жаңағыдай хлорофилл да бар, біздің ағзамызда ошелачивать ететін. Сол үшін бұның составы бомба, мен сіздерге айтайын. Обязательно смузи детокс ішіңіздер да. Келесі бізде енді хит өнім, бұл бізде D3 әрине да. Кеше ғане керемет результат көріп жатырмыз чатта. 33 па 34 болған, получается, не? D3 бір айдың ішінде 133 болды деп анализ тапсырып көрсетіп жатыр. Ойлаңыздар, қандай керемет десеңізші да, 4 есе көбейген бір айдың ішінде, мысалы да. Көп адамдарда D3 неге жұмыс жасамайды? Өйткені жаңағы айтқан сапасыз D3, немесе жаңағыдай D3-дің қасына обязательно май болу керек. Ол D3-ді обязательно таңғы астан кейін ішу керек жаңағыдай да. Оның енді ішу жолдары бар да жаңағыдай. Біздің D3-дің керемет 100% жұмыс жасап жатқандығы, оның тілдің астына сепкендігі. Моментально тілдің астына себесіз, моментально жаңағыдай сіздің бауырыңызға барады, моментально жұмыс жасайды. Көрдіңіз бе да? И және де сол үшін сіздерге 100% жұмыс жасап жатқан себебі сол. Сол үшін де D3-ді бір жаңағыда вспышек дейміз ғой жаңағыдай да, ол 2000 доза жаңағыдай да, ол обязательно балаларға, мысалы немерелеріңізге садикка, мектепке кетіп бара жатыр, 1 рет себесіздер, үлкен кісілер уже 3 рет немесе 5 ретке дейін күніне сепсе болады, то есть 10 000 доза. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін D3 витамин сізде ағзаңызда толық болды деген сөз, барлық витаминдеріңіз жұмыс жасады деген сөз. Сол үшін де бұның ішінде составын көрсеңіздер, МСТ майы бар, сразу бірге жүреді, кокос майы. Түсініп отырсыздар ғой да? То есть септіңіз сразу МСТ майымен бірге сізге не істейді? Жұмыс жасайды. И және де витамин Е бар сізге. Ол не істейді? Ол опять же антиоксидант. Жаңағы D3 витаминді қышқылдандырмайды. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де мен сіздерге айтарым, бұл D3-ді таңғы асты ішпей себе беруге болады. Түсініп отырсыздар ма? Тұрдыңыздар ма, моментально сеу боласыздар да. И және де мен өзім байқағаным, мен партнерларым байқағаным да, және D3-ді бұны сепкен кезде ішінде МСТ майы, оказывается, тоже как антибактериальный жүреді екен. Ауыздағы жағымсыз иістерді алып тастайды екен. Түсініп отырсыздар ма да? Енді өздеріңіз байқасаңыздар сразу көресіздер да. Сепкен кезде моментально жаңағыдай аузыңыздағы жағымсыз иістер болса, мына D3 витаминнен кетіп қалады. Енді мен сіздерге өте қысқаша нұсқаша түсіндіріп өттім жаңағыдай да, өте қысқаша. Енді біз неге келеміз? Біз маркетинг планға келеміз. Енді біздің компанияда 7 түрлі табыс көзі бар. Оның бірінші табыс көзі бізде пакеттеріміз бар. Предстарт пакет 45 000 теңге, начальный 90 000 теңге, бизнес 180 000 теңге, элит 360 000, максимум пакет 720 000 теңге да. Кез келген уақытта апгрейд жасасаңыздар болады. То есть пакеттеріңізді өсірсеңіздер болады кез келген уақытта да. Енді кез келген пакетпен бизнес бастасаңыздар болады. Кенде бізде не бар? Бірінші вид доход компанияда, ол бізде рекрут бонус деп аталады. 15%-дан 30%-ға дейін компания бізге не береді? Рекрут бонус береді. Рекрут бонус бізде моментально түседі. Сол секундта түсті, сол секундта рекрут бонусыңызды алып қолдана берсеңіздер болады да. 15%-дан 30%-ға дейін. Сол үшін байқасаңыздар, сразу элит немесе максимум пакет алған дұрыста. Неге? Өйткені сразу сіздердің рекрут бонустарыңыз бірінші күннен бастап максимальный болады да. Келесі бізде бинарный система. Біз бинарный системамен жұмыс жасағандықтан командный бонус деп аталады. Бізге керегі өзі 2 адам бизнес жасау үшін 2 адам керек. Не? Көрдіңіздер ғой да?
оң жақта, сол жақта да. Енді бізде получается 5%-дан 20%-ға дейін бинарный бонус төленеді. Көрдіңіздер ма? Сол үшін қараңыздар. Чем предстарт пакетті немесе начальный пакеттен ақша тапқанша, сразу максимум пакеттен ақша тапқан немесе 3 есе, немесе 4 есе сізге тиімдірек. Көрдіңіздер ма? Сол үшін сразу элит немесе максимум пакеттен бастауға тырысыңыздар, немесе сразу сол пакеттерге апгрейд жасапсаңыздар. Неге? Өйткені бізде жыл сайын оны сатып алу жоқ, жыл сайын оны подтверждение пакетті жасау жоқ. Өміріңізде бір-ақ рет сол пакеттерге жазыласыздар, немесе апгрейд жасайсыздар да. И максимально бинардан табыс табасыздар. Бізде компанияда әлем бойынша аптасына 15 миллион теңге бинардан только табыс табуға болады. Бұл әлем бойынша ең үлкен ограничение. Кез келген бинарный системада ограничение болады, мен сіздерге айтайын. Кез келген, да. То есть бинар ограничениесіз ол болмайды. Неге? Өйткені компания банкрот болады. Сол үшін де мен сіздерге айтамын. Бізде компанияда 15 миллион теңге аптасына компания бинардан только ақша төлейді. Ойлаңыздар. И ол статусқа байланбаған. Түсініп отырсыздар ма? Тек пакет, да. Кез келген пакеттен бастадыңыз, 15 миллион аптасына тек бинардан табыс тапсаңыз болады. Айына 4-ке көбейтесіз, 60 миллион теңге бинардан табыс табасыз. Ойлаңыздаршы. Бонус соответствие деген ол бізде матчинг бонус деп аталады. Матчинг бонус бізде компанияда 7 линиядан төленеді. Ойлаңыздар, 7 линия, да. Бірінші поколение 15, екінші 10, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші. Енді сіздер қараңыздар, да. Көп компаниялар бір-ақ линия төлейді. Екеу немесе үшеуден төлейді, да. Бірақ 7 линиядан төлеу үшін сіз oradan 1045 статус шабу керексіз, мен сізге айтайын. Түсініп отырсыздар ма да? Ол өмірі адам ондай статус шаба алмайды. Немесе жапса да оған 10 жыл уақыт керек. Көрдіңіздер ма? Сол үшін бізде компанияда, ойлаңыздар, тек максимум пакетте сіз 7 линиядан уже матчинг бонус аласыз, да? Енді қараңыздар. Сіз 5 адам шақырдыңыз. Ну, максимально 5 адам шақырдыңыз. Сіздің адамыңыз 5 адамнан шақырса, 25 адам болады екінші линияда. Үшінші линияда 125 адам. Төртінші линия 625 адам, да. Бесінші линияда 3125. Алтыншы линияда 15125, да. Жетінші линияда сізде қанша болады? 78 адам болады. Ойлаңыздаршы, түсініп отырсыздар ма, да? То есть 7 линия деген ол өте үлкен табыс көзі, мен сіздерге айтайын, да. Сол үшін бізде компанияда бұл долгосрочный проект. Мен бүгін келем, бүгін бай кетем деген ол өтірік әңгіме. Түсініп отырсыздар ма? Бірақ ертең 6 айдан кейін, 12 айдан кейін, 24 айдан кейін осы матчинг бонустың жемісін жейсіздер, мен сіздерге айтайын. Осы именно матчинг бонустың жемісін жейсіздер. Неге? Өйткені сіздерде ертең 5-ші, 6-ші, 7-ші линияда хотя бы 10 мың адам болғанда командада әрқайсысы 100 мың теңгеден табыс тапқан кезде, прям калькулятормен санаңыздар, да, 5%-ы 100 мың теңгенің 5 мың теңге болады екен. Көбейтіңіз, пожалуйста. 10 мыңды 5 мың теңгеге. Сізде қанша болады? 50 миллион теңге только матчинг бонустан табыс табасыз. То есть бізде матчинг бонуста не жоқ, ограничение жоқ. Келесі накопительный бонус. Бинардан 150 мың теңге тапқаннан бастап компания не істейді? 15%-ын именно осы накопительный бонусқа салады, мен сіздерге айтайын. И 3,5 миллион теңгеге толған кезде компания не істейді? Сіздерге моментально не істейді? Оны төлеп береді. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін бұл именно накопительный бонус деген бұл өте керемет бонус, мен сіздерге айтайын. Неге? Өйткені ол сіздердің ақшаларыңыз емес, бұл компанияның ақшасы. Өйткені компания бұны өз қалтасынан жинайды, мен сіздерге айтайын. Келесі бізде карьерный бонус. Барлық компаниядағы карьера бізде накопительно жабылады. Аптасына, айына деген жоқ. Выращивание лидеров деген жоқ статус шабу үшін. Түсініп отырсыздар ма? Көп компаниялар не істейді? Осы именно статусқа барлық нәрсені байлап тастайды. Түсініп отырсыздар ма, да? То есть выращивание лидеров қойып тастайды. Оны еще бірден айтпайды. Ол тек қана сіз статус шабылғанда ғана ол әңгіме, жаңағыдай ақпарат сізге беріледі. Ол дегеніміз не нәрсе? Ол дегеніміз әр келген новичок статус шаба алмайды деген сөз. Түсініп отырсыздар ма, да? Әр келген новичок үлкен табысқа жете алмайды деген сөз. Бізде компанияда барлық статустар накопительно жабылады. Мысалы айтайын, менеджер 600 балл ма? Менеджер 2000 балл, да? Сізге керегі менеджер 2 болу үшін уже 600 балл бар сізде, күймейтін, жанбайтын. Сізге қанша керек? 400 баллға не керек, да? 1000 болды ма? Уже менеджер 2. Пожалуйста, каждый статус үшін не аласыз? Подарок аласыз, да? Келесі супервайзерлардың подаркалары әрине уже бонустармен, ақшамен беріледі. Директорлардікі тоже бонус ақшамен беріледі. Пожалуйста, уже амбассадор, вице-президент, президент, пожалуйста, борада уже жаңағыдай Мальдивские острова, уже Rolex сағат, уже машина деген жаңағыдай подаркалар беріледі. Ойлаңыздаршы, қандай керемет сыйлықтар, да? И және де клуб основателі. Пожалуйста, клуб основателіға кірсеңіз, сіз компанияның товар оборотынан өзіңіздің үлесіңізді аласыз. Бүгінгі таңда сонау Америка емес, Европа емес, Ресей емес, жаңағыдай да, осы орталық Азиядан
алдарыңызда отырған Мерхат Ермеков бірінші болып осы клуб основательныйға кіргенді. Сіздерде де бұндай әрқайсыларыңызда мүмкіндік бар компанияның клуб основательна кіруге. Келесі бізде лидерский пул дегеніміз бұл пассивный доход. Бұл пенсия, да? Амбассадор, вице-президент, президент статусына жеткен кезде 1% амбассадорларға, 2% вице-президенттарға, 3% президенттерге компания бөліп береді. 3 айда бір рет. То есть ежеквартально төленетін ақша компанияның товары оборотынан. Қазіргі таңда әлде бір адам әлде амбассадорға, вице-президент, президентқа әлем бойынша жеткен жоқ. Мен сізге айтайын. Әлем бойынша Қазақстанда да, Ресейде де ешкім жеткен жоқ. То есть сіздердің әрқайсыларыңыз бірінші болуға мүмкіндік бар да, осы амбассадор, вице-президент, президент болуға. Келесі бізде New Wave Travel бағдарламасы, бұл бізде 8-ші вид доход. Сіздерге бұл New Wave Travel үшін артық дүние жасамайсыздар. Түсініп отырсыздар ма, да? Сізге компания айтпайды, статус шап деп айтпайды. Сізге компания айтпайды жаңағыда басқа бір дүние жаса деп, та. Тек қана өзіңіздің алып атқан рекрутыңыз үшін, өзіңіздің алып атқан бинарыңыз үшін дополнительно сіздерге компания New Wave Travel бонус жинап береді. Біз осының алдында 50 адам Шри-Ланкада болғанбыз. Қазір біз қайда жұмыс істеп жатырмыз? Біз Малайзияға жұмыс жасап жатырмыз, да. Алла қаласа бұйырса алдымыздағы октябрь айында бізде Алматыда мероприятие болады, вокруг света деген. Сол мероприятиядан кейін осы Малайзияны орындаған топ лидер бар. Барлығымыз бірге осы жаңағыдай Малайзияға бірге ұшатын боламыз. Burada Куала-Лумпурға барамыз. Және де burada неге барамыз? Ланкави деген жаңағыдай островқа барамыз. Бір апта керемет за счет компании 100% люкс отдых, люкс демалыс болады бізде. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де бұған да әрқайсыларыңызға бүгін жасауға мүмкіндік бар компаниядан. Қазір двойной, тройной travel балл жүріп жатыр, да. То есть сіздің рекрутыңыз үшін компания 2 есе немесе 3 есе travel баллды көбейтіп беріп жатыр. Осы именно Малайзияны 100% орындауға. Сол үшін бүгін мақсат қойсаңыз, бұны әр мақсат қойған адам, бұл именно жаңағыдай Малайзияны орындауға әрқайсыларыңызда бүгін мүмкіншілік бар. Прям бүгін келген новичоктың өзі бұны жауып тастауға мүмкіншілік бар, мен сіздерге айтайын. Өйткені біздің алдымыздағы аптада көрдік, Жанат Байтукаева ханым, сол кісі жаңағыдай осы Малайзияны 2 аптада жауып тастады. Ойлаңыздаршы, 2 аптада жауып тастады. Түсініп отырсыздар ма, да? Айтады ғой, көз қорқақ, қол батыр дейді жаңағыдай. Жасайым деген адамға ешқандай қиыншылық жоқ, жасайым деген адамға ешқандай жаңағыдай тосқауыл жоқ. Түсініп отырсыздар ма? Ол жасайды да. Сол үшін Жанат ханым тағы да Малайзия құтты болсын. Енді біздің жаңағыдай компанияның басшылары, ол бізде Мария Апостол ханым, ол жаңағы 30 жыл тәжірибесі бар, 20 жыл біз сақылда сетевик болған адам, 10 жыл жаңағы халықаралық компанияны басқарған адам, да. Ол кісі білет бізге не керек екенін білет, не керек емес екенін білет. Сол үшін де бүгінгі таңда бізде Григорий Кабицкий, Мария Апостол қазіргі таңда компания әлемде номер 1 компания New Wave компаниясын жарыққа шығарып, қазіргі таңда барлық мүмкіншіліктерді компанияның дамуына, халықаралық дамуына мүмкіншіліктер жасап қойды, да. Түсініп отырсыздар ма? Кеше ғана айтылған сөз, Қырғызстанда официально ашамыз деп, бүгін уже ашылды. Кеше ғана айтылды, Өзбекстанда ашамыз деп, бүгін уже ашылды. Дәл солай ертең алла бұйырса Таиланд, Малайзия, Индонезия, Индия деген біз уже Азия мемлекеттерін солай ашатын боламыз сіздермен бірге. Сол үшін бүгін жатпай тұрмай не істейсіздер? Әрекет жасау керек. Әрекетке берекет дейді жаңағыдай, да. Және де бізде компанияда директор клиентской службы, вице-президент компании жаңағыдай, да, по Центральной Азия Қайыржан мырза. Бұл кісілердің барлығы біз күнделікті өмірімізді не істеп жатыр? Жеңілдетіп жатыр, да. Тренинг центр бар. Бүткіл офистарды компания өз төлейді. Бүткіл жаңағыдай складтарды компания өз төлейді. Ешкім бұған басын ауыртпайды. Түсініп отырсыздар ма, да? Международный рынок, пожалуйста, New Wave Global сайтына кіріп көрсеңіздер, бүгін уже халықаралық Европанда, Азияда бүгін уже тіркесеңіздер болады, да, через New Wave Global сайт арқылы. Сол үшін де бүгін кеше ғана мен Америка құрама штаттарында болдым. Жаңағыдай Григорий Кабицкиймен бірге біз Майамида да бірге тамашаладық, болдық Америкада да. Бүткіл визаны компания, бүткіл жаңағыдай жолымды гостиница, барлық 20 күн мен демалысымды компания көтеріп, осы бүткіл жаңағы компанияның керемет заводын тамашалауға компания мүмкіншілік жасап қойды, да, жаңағыдай, да. Міне мына байқап қарасаңыздар, мына жерде сіздерге көрсетем. Мынау компанияның заводы, да. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне көк мынандай неде компанияның өнімдері шығып жатыр. О жерге ешкімді кіргізбейді. Тек қана осындай жаңағыдай әйнектерден көруге болады. О жерге жаңағы
FDA және GMP сертификатта жаңағыдай жабдықталған бұл завод. Сондықтан тек қана сол GMP-дің, FDA-дің допускысы болу керек бұның ішіне кіру үшін де. Сол үшін де бұра өте керемет жаңағыдай тазалық, керемет жаңағыдай стандарттарды ұстайды. Және де артымызда көргендей, мынаның барлығы бүткіл әлемге бұл заводтан жаңағыдай өнімдер шығады, мен сіздерге айтайын, бүткіл әлемге. Сол үшін Алла бұйырса, баршамызды тағы да бірге осы заводтарды тамашалауға Аллах тағала нәсіп етсін. Бірге барамыз, бірге көреміз, топ лидерлармен бірге Алла жазса да. Ең бастысы, бүгін компания New Wave бүткіл әлемге жаңағыдай доставка жасауға, бүткіл әлемді ашуға, бүткіл әлемді жаңағыдай қамтамасыз етуге мүмкіншілігі бар компания, мен сіздерге айтайын. Бұл миллиардный компания, да. Бұл жаңағы Oriflame, Mary Kay, MV компаниялармен, Гербалайф компаниялармен салыстыруға тұрарлық компания. Сол үшін какой-то Лохотрон, Пирамида бүгін бар, ертең жоқ компаниялармен салыстырмаңыздар. Түсініп отырсыздар ма, да? Өз деңгейлеріңізді, компания New Wave-тің деңгейін түсірмеңіздер ол компанияның деңгейіне. Неге? Өйткені мен көріп жатырмын да, көптеген жаңағыдай партнерлар ана компаниямен салыстырады, мына компаниямен салыстырады, бірақ сұрақ қойыңыздаршы, сіздің компанияңыз жаңағы ассоциация прямых продажның құрамына кіреді ме? Бірақ сұрақ қойыңыздар, ассоциация прямых продажның құрамына кіреді ме деп. Түсініп отырсыздар ғой? Олар не то что кіреді, мен сіздерге айтайын, олардың жаңағыдай лидерлары немесе басшылары даже ондай ассоциация бар екенін білмейді, мен сіздерге айтайын. Даже ол ассоциация бар екенін де білмейді. Түсініп отырсыздар ма, да? Екінші сұрақ, ол жаңағы сіздің компанияңызда мынандай виза карточка бар ма деп сұраңыздар. Қараңыздар, міне виза, міне New Wave. Түсініп отырсыздар ма, да? Мына виза деген бұл какой-то Лохотрон пирамидаларға өзінің картасын шығарып бермейді, естеріңізде болсын. Түсініп отырсыздар ма, да? Бұл миллиардный номер 1 бүгін именно транзакция жасайтын, бүткіл әлем қолданатын номер 1 компания, виза компаниясы. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін бұл виза компаниясы тек қана осында миллиардный компаниялармен жұмыс жасайды. Түсініп отырсыздар ма? Және де бұл виза компаниясы компания New Wave-ға картасын шығару үшін, долларовый счетін ашу үшін да, бұл 6 ай тексерген компания. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де мен сіздерге айтамын, бұл миллиардный компания болғандықтан сіздер ертең қандай деңгейде өсесіздер, сіздер қандай деңгейде бизнес жасап жатсыздар, вот соны сіздер түсіну керексіздер. Және де мен сіздерге айтарым да, ең бастысы біздің неміз тыныш, біздің ұйқымыз тыныш. Өйткені бізде не бар? Бізде дәрігерлер кеңесі бар, да? Бізде не бар? Бізде партнерский совет бар. Ол дегеніміз не нәрсе? Дәрігерлер кеңесі дегеніміз біздің әр өнім үшін компания өз жауап береді. Ол өте маңызды. Неге? Өйткені біз денсаулықпен жұмыс жасап жатырмыз. Ол өте маңызды нәрсе, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма, да? То есть как попало, что попало сата беруге болмайды. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, да, партнерский совет бар бізде компанияда. Партнерский совет дегеніміз компания әр өзінің маркетингтағы, бүткіл компанияның дамуындағы дүниені кіммен ақылдасады? Бізбен ақылдасады. Түсініп отырсыздар ма? Партнерлармен ақылдасады. Біз шешеміз компания қай мемлекетті ашатыны, қандай жаңағыдай улучшениялар жасау керек екені, қандай бізге жаңағыдай мероприятиялар керек, да, барлығы. Түсініп отырсыздар ма, да? Мен білем, компаниялар 99% бүгін компаниялар, мен сіздерге айтайын, 99% компаниялар, да, бүгін маркетингті бірақ секундта өзгертіп тастайды, мен сізге айтайын. Бірақ секундта ешқай топ лидерден бір ауыз сөз сұрамай. Түсініп отырсыздар ма? Бір ауыз сөз сұрамай. Сіз ұйықтап жатқан кезде сол маркетингті өзгерте салады, да. Сіздің уақытыңыз бен энергияңызды сол компанияға жұмсаған, сіз еш уақыт алып кете алмайсыз. Вот сол нәрсені сіздер түсіну керексіздер. Сіздер бүгін миллиардный үлкен корпорация, компанияға кеп тұрғандарыңызда, да, түсініп отырсыздар ма? Ертең компаниямен бірге сіз халықаралық международный развитиеде боласыздар, да. Ертең сіздер аптасына 15 миллион емес, аптасына 150 миллион теңге табыс табатын боласыздар. Алла бұйырса, осы Америкаға барып, осы бүткіл Американы бірге тамашалайтын боламыз. Алла қаласа бұйырса. Компания әрқайсыларыңызға, әр топ лидерларға приглашение жасап, осы жаңағыдай Американы көруге жаңағыдай осындай мүмкіншілік береді. Әр топ лидерларға, который осы компанияның дамуына үлесін қосқан әр топ лидерға. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де мен сіздерге айтарым, сетевой маркетинг деген нәрсе, мен 19 жыл сетевой маркетингпен айналсам, да. Сетевой маркетинг деген нәрсе ол ойыншық нәрсе емес. Сетевой маркетингта ол ең қиыны ол ақша табу емес, мен сіздерге айтайын. Қазір көп лидерларды мен байқаймын да, жаңағыдай да, ой, ана компания мынау беріп жатыр, мына компания мынау беріп жатыр. Әр жылтыраған нәрсе алтын емес, естеріңізде болсын. Әр жылтыраған нәрсе ол бриллиант емес, естеріңізде болсын. Түсініп отырсыздар ма, да?
И айтады да, анау ананы беріп жатыр, мынау мынаны беріп жатыр. Ал жүріңіздер шапқылап ана компаниядан мына компанияға да. Компанияда мен сізге айтайын, сетевой маркетингта да ақша табу ол бірінші орында емес. Сетевой маркетингта ең қиыны ақша табу емес. Сетевой маркетингта ең қиыны абырой жинау. Ең қиыны авторитет жинау. Ең қиыны команда жинау. Сол команданы өсіру, мен сіздерге айтайын. Түсініп отырсыздар ма? Ең қиыны сол. Түсіндіңіздер ма да? Оған жететін еш нәрсе жоқ. Оны өміріңізде бір рет жасадыңыз ба, өміріңізде бір рет сол авторитетіңізді жинадыңыз ба да, ол сізге жұмыс жасайтын болады, мен сізге айтайын. 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін сізге жұмыс жасайтын болады. Түсініп отырсыздар ма? 5 жылдан кейін да. Түсіндіңіздер ма да? А бүгін анда шапқылап, мында шапқылап, ол авторитет деген нәрсені мен сізге айтайын да, оны қасықтап былай жинауға болады да. Бірақ бір-ақ күнде шелектеп төгіп тастауға болады да. Түсініп отырсыздар ма? Бір-ақ күнде авторитеттен жұрдай боласыз да, жұрдай боласыз да. Сіз бетіңізге айтпаса да артыңыздан айтады да, кім екеніңізді. Түсініп отырсыз ба? Сол үшін мен сіздерге айтарым, анау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр, анау анда кетті, мынау мында кетті, анау ананы шапқылады, анау жоқ. Самый главный нәрсе сетевой бизнеста не керек? Фокус деген нәрсе керек. Фокустарыңызды жоғалтпаңыздар. Міне Голливуд дегенді көріп тұрсыздар ма? Вот сол сіздің фокусыңыз болсын, мен сізге айтайын да. Осы жерге келіп, осы New Wave компаниясының осы жаңағыдай байрағын көтеріп, өзіңіздің кім екеніңізді осы жерде дәлелдеңіз, кім екеніңізді. Түсініп отырсыз ба да? Анда шапқылап, мында шапқылап, анда 5 теңге табам, мында 5 теңге табам деп жаңағыдай да, артыңыздан жаман сөз ертіп, одан қалса қалтаңызда көк тиын жоқ, жаңағыдай 10 кредитпен қалып қалмаңыз. Түсініп отырсыздар ма? Сол үшін де мен сіздерге айтпасам, оны ешкім айтпайды. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін де бүгінгі таңда Аллаға шүкір, міне алдыңыздағы отырған адам, Аллаға шүкір, осы New Wave компаниясының нанын жеп, суын ішіп, шайын ішіп, жаңағыдай да, сіздермен бірге осыны бірге қол ұстасып, осыны жаңағыдай бірге үлкен шыңға бірге шығатын боламыз, мен сіздерге айтайын. Сол үшін де Алла қаласа, бұйыртса, New Wave компаниясы жаңа көрсеткендей да, мысалы үшін да, міне қараңызшы, виза, карта, осының өзіне просто ойлануға болады да, бұл қандай миллиардный серьезный компания екен. Просто визасын көріп та, просто ол ассоциация прямых продажда көріп та, просто продукциясын бір ұстап көргеннен кейін просто түсінуге болады да, бұл қандай компания екен да. Және де мен сіздерге айтайын, ең бастысы біздің ұйқымыз тыныш қой сіздермен, ұйқымыз тыныш қой сіздермен. Түсініп отырсыздар ма да? Аллаға шүкір. Бүгін маған, міне Аллах куә да, мен сіздерге айтайын, Аллах куә, бүгін маған осыдан неше жыл бұрын басқа компанияда жаңағыдай да бір моменттер болған, жаңағыдай бірге жұмыс істескен да, сол кісі хабарласады да, жаңағыдай да, естіпті де маған, осы неше жылдан кейін естіпті де, Мерхат, сен жаңағыдай осы New Wave компаниясының топ лидері болып кетіпсің ғой деп жаңағы маған хабарласып жатыр. То есть біреулер презентация жіберіпті. Сол презентацияда менің жаңағыдай ютубтағы басқа жаңағы видеоларым келіпті де жаңағы кісіге. Түсініп отырсыздар ма да? И айтады да, мә, мен сені танимын ғой деп маған WhatsAppқа жазып жатыр да, жаңағыдай да, біз сөйлестік та, сонда айтады да, действительно дейді да, сен кезінде айтып едің ғой дейді да, сен шапқылама ана компания, мына компания деп, сен бір компанияны таңдап, сол компаниядан топ лидер болып, сол компаниядан жаңағыдай да, сол компаниядан табыс тауып, сол жерден авторитет жина деп сен айтып едің ғой дейді да. Сол жаңағыдай компания сол айтып жатыр да, жаңағыдай да, историясын. Сол компания, мен жүрген компания жабылды дейді, мен қайта вовремя кетіп қалдым дейді, жаңағыдай да, менімен бірге болған қаншама адамның барлығы қайда отыр дейді, білесіз ба да? Түрмеде отыр дейді. Қараңыздаршы, қандай өкінішті да, қазақтың былай айтқан кезде қара көз қыздары мен ұлдары, былай қарасаңыздар. Түсініп отырсыздар ма да? Сол бір дұрыс таңдамаудың, былай дұрыс таңдау жасамағандықтан да, түсініп отырсыздар ма да? Бір дұрыс таңдау жасамағаннан. Сол үшін мен сіздерге айтарым, бүгінгі таңда сетевой маркетингта да, сіз қай уақытта жемісін жейсіз білесіз ба? Когда сіз еңбек жасаған кезде. Когда сіздің еңбегіңіз маңдайыңыздан тер шыққан кезде. Және де бұл накопительный эффект демейді. Ойлап қалмаңыз, бүгін жайдан жай шапқылап жүрмін, жайдан жай офисқа барып жүрмін, жайдан жай презентация жасап жүрмін деп ойлап қалмаңыз. Сол именно еңбектің жемісін жейтін күн келеді, мен сізге айтайын. Сіз өзіңіз де түсінбей қаласыз. Қалай сізге Аллах тағала үйіп төгіп, команданы да, абыройды да, ақшаны да, дәулетті де, путешествияны да қалай сізге берген, сіз өзіңіз де түсінбей қаласыз, мен сізге айтайын да. Бірақ оған не керек? Кішкентай сабырлық керек, мен сізге айтайын. Сабырсыз адам ол ұрынады, обязательно бар бір жерге ұрынады, мен сізге айтайын. Түсініп отырсыздар ма да? Сол үшін де кішкентай ақылды қосыңыз, кішкентай маркетингді санап үйреніңіз, мен сізге айтайын да. Да, Ринат Жампозов деген бізде топ лидер бар, сол кісі айтады, Мерхат мырза, мен адамдарға таң қаламын дейді, ана компания былай беріп жатыр,
мынау бүйтіп беріп жатыр, мынау сөйтіп беріп жатыр деп неменеге ол сандала береді дейді де, санау білмейді дейді де, жаңағыдай санау білмейді дейді де. Мен дейді барлық компанияны санап шықтым дейді, Мерхат мырза, сенесіз бе дейді, санап шықтым дейді де. Даже New Wave компанияның беріп жатқанның жартысын беріп жатқан жоқ дейді. Түсініп отырсыздар ма да? Өтірік алдап жаңағыдай. Енді ойлаңызшы, элементарный нәрсе, НДС деген нәрсені қалай түсінбейді? Вот адамдар енді айтпай қойын да, қатты айтпай қойын, қалай түсінбейді деймін де, сон НДС деген нәрсені да. 12% пайыз НДСті пакеттің үстіне қосып өздері төлеп жатыр. Түсініп отырсыздар ма да? Міне пакет алады мысалы 200 мың теңгеге, плюс 24 мың теңгеге НДС сатып алады 12%. Ол 24 мың теңгеге 12%-ға да сізге не продукция бермейді, мен сізге айтайын да, не рекрут төлемейді, не бинар төлемейді, не статусқа саналмайды. Түсініп отырсыз, воздухқа төлеп жатсыз да, просто воздухқа төлеп жатсыз да. Бүгін New Wave компаниясы сол 12% НДСті өз қалтасынан төлеп отыр. Бізге ауыртпашылық жасап отырған жоқ. Түсініп отырсыздар ма да? Элементарный нәрсе, даже элементарный нәрсе. Даже маркетингті санамай қойып, даже 12% НДС сіздер сұраңыздаршы, НДСті кім төлеп жатыр? Сен төлеп жатсың ба, компания төлеп жатыр ма деп. Сен төлеп жатсаң 12% НДСті қай жынды адам оны төлейді? Түсініп отырсыздар ма да? Сол үшін де мен сіздерге айтамын, кішкене санауды үйреніңіздер. Эмоциямен решение қабылдап, эмоциямен шапқылап, эмоциямен анау мынау, анау ақ деді, мынау көк деді деп, түсініп отырсыздар ма да? Енді сіздерде мысалы үшін үй болып отырсыздар, семья болып отырсыздар, дұрыс па мысалы да? Енді эмоциямен өмір сүрмейсіздер ғой, жаңағыдай, дұрыс па мысалы үшін да? Эмоциямен да барлық нәрсені күйеуіңізбен, әйеліңізбен отырып, әке шешеңізбен орнықты шешесіздер ғой, мысалы любой нәрсені, дұрыс па мысалы үшін, санайсыздар, көресіздер, қарайсыздар. Дәл солай сетевой маркетинг бұл ойыншық емес, мен сіздерге айтайын. Ана команданы ана жаңағыдай салпандатып, анда кеттік, мында кеттік, анан бүйтеміз, анда байимыз, мында байимыз деп, мысалы үшін да, түсініп отырсыз ба да? Ол команда кредитқа алып сіздің барып артыңыздан жаңағыдай каждый раз пакет алып сізге ақша түсе бергеннен содан кайф ұстайсыз ба не? Мен айтайын сіздерге да, сіз лучше бірақ нәрсені ойланыңыз. Сол сізге сеніп келген әр қарагөз, әр партнердің жағдайын ойлаңыз. Сол сізге сеніп келген. Түсініп отырсыз ба да? Солар табыс табу керек. Сол кісілер арман мақсаттарына жету керек. Сол кісілер жаңағыдай путешествияға бару керек. Түсініп отырсыздар ма? Сол кезде сіз жетістікке жетесіз, мен сізге айтайын. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, бүгінгі таңда New Wave компаниясының продукциясына, маркетингіне, ассоциация прямых продаж, виза карточка құндылығына New Wave компанияны мен сіздерге айтайын да, бүгін ешбір компания шаңына да, маңына да жолап жатқан жоқ, мен сіздерге айтайын. Сол үшін просто көздеріңізді ашып, көкіректеріңізді жаңағыда оятып, мен сізге айтайын да, изучайте, қараңыздар, New Wave компаниясын ақтарып, мен сізге айтайын, мен вот таңертеңнен, сенесіз ба, тұрғаннан вот ұйықтағанша дейін осы New Wave компаниясымен біз айналысамыз. Түсініп отырсыздар ма онда? Әр дүниесін зерттейміз, қараймыз жаңағыдай да. Мынау қалай, мынау қалай. Вот мен сенесіздер ма да, компанияның до такой степени бізге жасап жатқан дүниесіне мен тәнтімін, мен сіздерге айтайын. Әр нәрсесіне. Неге? Өйткені компания өз үшін емес, біз үшін жасап жатыр да. Біз үшін, біздің халықаралық, международный именно развитие үшін компания барын салып жатыр, мен сізге айтайын да. Но біз тек қане қол ұстасып бірге ғана өсе аламыз, компаниямен бірге, мен сіздерге айтайын, бірге ғана өсе аламыз. Сол үшін де бүгін компания бізге кепілдік береді. Маркетинг план өзгермейтініне компания бізге кепілдік беріп отыр. Одан артық бізге не керек сіздермен бірге? Сол үшін мен сіздерге айтарым, давайте 24 сағат сіздермен бірге әрекет жасап, 24 сағат осы New Wave компаниясының биік шыңына сіздермен бірге шығамыз, бірге жетеміз, бірге клуб основательда шай ішіп отырамыз, бірге амбассадор боламыз, вице-президент, президент бірге боламыз. Алла қаласа бұйыртса. Алдыда мен сіздерге айтайын, өте көп жаңалықтар бар. Алла қаласа бұйыртса. Осы жаңағыдай вокруг светаға компания қаншама жаңалықтар дайындап жатыр, мен сіздерге айтайын. Вообще сіздер ойларыңызға да келмейді. Бүгін көріп отырсыздар ғой. Жаңағыдай тостер, чайник, да, вот жазыңыздаршы мына чатқа, кім сол тостер, чайниктарды алады бүгін да, жаңағыдай да. Тостер, чайник бүгін. Одан кейін барып жаңағыдай ана біреу соковыжималка. Кереметтей жаңағыдай сыйлықтар компания бүгін беріп жатыр да, жаңағыдай да. Вот жазыңыздар чатқа, кім сол сыйлықтарды бүгін менімен бірге алады. Алла қаласа бұйыртса, Алла жазса да сол сыйлықтарды алуға мен де әрекет жасаймын. Өйткені мен де үйімде New Wave деген тостер, New Wave деген чайниктен шай ішкім келеді да, жаңағыдай да. Жаңағыдай выжималкадан жаңағыдай балаларыма жасап бергім келеді да. Кім соны менімен бірге алады да, мысалы, Алла қаласа бұйыртса, мен де соған әрекет жасаймын да. Давайте, компания бүгін барлық дүниелерді жасап жатыр, беріп жатыр бізге, үйіп төгіп, мә, пожалуйста да, жаңағыдай да.
подарка ма подарка. 2 коллагенге 1 коллаген керек па, пожалуйста, жаңағы 35 мың теңгенің жаңағыдай сыйлығы да. Пожалуйста, 2 Black Wave аласыз ба, 1 D3 подаркаға беріп жатыр. Қараңыздаршы, қандай керемет. Двойной, тройной рекрут бонус беріп жатыр жаңағыдай да, неге? Travel балға. Жасайым деген адам жасайды, мен сіздерге айтайын. Еш нәрсеге қарамаңыздар. Естеріңізде болсын. Айтады ғой, дорогу осилит только идущий дейді, білесіз ба? Жүрген адам ғана сол өзінің жаңағыдай мақсатына жетеді, естеріңізде болсын. Сол үшін давайте біз мықтымыз. Сіздермен бірге қол ұстасып, осы New Wave компаниясының амбассадоры, вице-президенті, президенті сіздермен бірге боламыз. Алла қаласа бұйыртса. Әрқайсыларыңыз 15 миллион теңге табыс таппағанша, вот мен сөз берем, Алла бұйырса, осы вебинарды сақтап ютубқа қойып, Алла бұйырса да, иншаллахта, мен әрекет жасап, сіздермен бірге қол ұстасып, бірге жұмыс жасайтын боламыз. Алла қаласа бұйырса. Әрқайсыларыңыз аптасына 15 миллион теңге алмағанша, Алла бұйырса, Алла жасаса да. Неге? Өйткені біздің жаңағыдай, міне, Аллах тағала күш қуат берсін да, міне, жүрегіміз New Wave деп соғып тұр да, Аллаға шүкір да, жаңағыдай. Неге? Өйткені біз компания, біздің компания. Мария Апостолова айтады ғой, это ваша компания дейді, жаңағыдай. Сол үшін де мен сіздерге айтарым, біз компанияны жақсы көргендіктен сіздермен бірге өсеміз, бірге өнеміз. Мен сіздерді жақсы көрем. Давайте, осы вебинарды, осы зумды бұйырса ютубқа салатын болам. Осыны обязательно Алла бұйырса, Алла жазса, барлық партнерларыңызға жіберіңіздер, барлық партнерларыңыз көрсін. Аптасына 15 миллион алмағанша бірге әрекет жасайтын боламыз, қол ұстасып. Бізге ұйқы жоқ, 24/7, Алла бұйырса. Сол үшін мен сіздерді жақсы көрем, барлықтарыңызды. Бұйырса керемет, Алла жазса, алда жаңағыдай 7 июль күні нелер шығады, жаңа тостер, чайник бәрін бірге алатын боламыз, Алла бұйырса. Біздің әрқайсымыздың үйімізде ол New Wave деген чайник бізге шай қайнатып тұру керек, Алла бұйырса да. Сол чайникті алуымыз керек, сол тостердан ыстық нан жеуіміз керек, сол жаңағыдай соковыжималкадан балаларымызға не жаңағыдай сок жасап беруіміз керек. Әрқайсымыз соған әрекет жасайық бұйырса. Сіздерді жақсы көрем. Рахмет сіздерге.